Әзілдің де әдебі бар. Әзіл қалжыңдар қоғамның әртүрлі саласында қызмет етіп жатқан үлкен-кішіні қамтитын сан салада орын алады. Кейбір жағдайда мұндай ойын-күлкі біреуді ренжітіп, біреуді ашуландырып, тіпті кейбір жағдайда қайғыға апаруы мүмкін. Өскелең ұрпақтың санасында өтірік айтуға болады екен ғой деген ой-сана қалыптастыруы мүмкін. Бұл сөздерді оқып отырған адам жетісіппіз, молдалар тіпті күлуге, қалжыңдауға тыйым салды ғой, сонда біз тек қана жылауымыз қажет пе деген пікір айтуы мүмкін. Әсте олай емес. Ислам діні тек жылауды, қайғыруды әмір ететін дін емес. Ақиқат дін болғандықтан қайта өмірге бейім құндылықтарға бай дін. Ислам жан-жақты дін және өмір салты. Дінімізді үйреткен алла елшісі Мұхаммед, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларының арасында кейде әзілдеп қалжыңдайтын, бірақ өтірік қоспайтын, ешкімнің көңіліне тимейтін алла елшісінің, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, өмірінен мысал келтіре кетейік. Захир бин Хузам атты бәдәуи кісі бар еді. Ол өзі өңсіздеу болғаны ұқсайды. Пайғамбар, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, оны ерекше жақсы көреді екен. Захир базарда жұмыс істейтін. Бір күні пайғамбар оның арқасына келіп байқатпай құшақтай алады. Ол бұл кім екенін жіберсеңші дейді де бұрылып қарайды. Өзінің бауырына қысып тұрған пайғамбар екенін көріп қысылған ол үнсіз тұрып қалады. Пайғамбар, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, мына қолды кім сатып алады деп әзілдейді. Ол болса, алла елшісі, мен өтпей қалған тауармын ғой деп өзінің ренжігендей болады. Сонда пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, алайда сен алла тағала құзырында өтпей қалған тауар емессің. Басқа риуаятта, жоқ, сен алла құзырында құның жоғары деп жауап береді. Байхақи әл-Қари бұл хадисті ашықтай отыра оны құл деп айтып тұрғаны расында да ол алла тағаланың құлы, ал сату дегеніміз ұсынылған затқа сондай тауарға айырбастау деп әзілдің бос сөз емес екенін түсіндіреді. Басқа бір оқиғада бір күні Умму Әйман пайғамбарымызға келіп күйеуінің қонаққа шақырып жатқанын хабарлайды. Пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, сенің күйеуің көзінің ағы бар кісі емес пе еді дейді. Умму Әйман, менің күйеуімнің көзінде ешқандай ақ жоқ деп жауап береді. Бар ғой деп пайғамбарымыз айтқанын қайтпайды. Алланың атымен ант етемін, жоқ дейді әйел. Сонда пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, көзінде ақ болмайтын, яғни қарашықтың айналасында ақ бөлік адам болмайды деген екен. Немесе мына бір оқиғада бір кісі пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, түйемен қыдыртуды өтінеді. Мен сені түйенің баласымен серуендетемін деп жауап берді. Пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, мен түйенің баласымен қалай қыдыра аламын, ол мені көтеруге шамасы жетпейді ғой дейді. Әлгі кісі пайғамбарымыз, әрбір түйе басқа бір түйенің баласы деген екен. Жасы үлкен кісілермен, басшымен әзілді түсінбейтін және оған ренжитін адаммен және де бөтен әйелмен әзілдеспеген жөн. Алла елшісі, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, әзіліне қарай отыра әзіл мағыналы және орынды болуы, реніш тудырмайтын, адамның абыройына, ата тегіне қол сұқпайтындай болу керек. Әзілің жарасса атаңмен ойна демекші, қалжыңдасудың да өз қағидасы бар. Осыларды ұстансақ, әзіл өз шекарасында және орынды болып табылады. Бірінші және ең басты қағидасы дінді және діни рәсімдерді мазақ қылмау. Егер осы мәселеде шектен шығатын болса, тіпті иманның күдік түсіреді. Келесі талабы жоғарыда көрсетілген хадистер сынды әзіл тек шындыққа негізделуі қажет. Өйткені пайғамбар, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, жұртты күлдіру үшін өтірік айтатын кісіге тозақ болсын. Әбу Дауд. Және расында біреу отырғандарды күлдіру үшін бір сөз айтады да жұлдыздардан да алыс болған отқа қарай құлдырайтын. Ахмет те ескерткен. Және әзіл болса да адамды қорқытып шошып әзілдеуге болмайтынын алла елшісі, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, тыйым салғанын мына хадистерден аңғарамыз. Сахабалар пайғамбармен бірге сапарда жүрген кез болатын. Араларында біреу ұйықтап жатқанда достары оның қойнында әзілдеп арқан салып жібереді. ұйқыдағы кісі қорқып кетеді. Сонда пайғамбар, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылманды мұсылман қорқуды болмайды деген. Әбу Дауд. Мазақ қолданылып әзілдемеу қажет. Адамның жүріс-тұрысын және қимыл-әрекеттерін мазақ етіп қалжыңдау, кемістігін айтып күлуге болмайды. Пайғамбарымыз, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, бауырыңнан үстінен күлуші болма, алла тағала оған мейірімділік етіп сені пәлеге ұшыратуы мүмкін тимей деген екен. Алла елшісі, адамның болмысына қарай отырып шындыққа сүйене былай деп әзілдескені бізге жеткен. Пайғамбарымыз
Сахаба Анас ибн Мәликке: "Ей екі құлақтың иесі" деп әзілдейтін. Сонымен бірге біреуді ғайбаттап немесе ар-намысына тиіп әзілдеуге шариғатымызда тыйым салынған. Әзіл қалжың ретімен және өз уақытында айтылса, дастархан басында және жолдастармен бірге әңгіме-дүкен үстінде болса, мұндай әзіл жан сергітіп, достарына жанын жадыратады. Суфиян бин Ғуайнаға бір кісі келіп, әзіл қалжың кемшілік пе деп сұрайды. Сонда ғұлама дұрыс етіп және орнымен әзілдескен адам үшін сүннет деп жауап береді. Ал Алла елшісі әзілдесу сүннет тағы бір хадиспен келтірер болсақ, Әбу Хурайра риуаят еткен бір хадисте сахабалар: "О Алла елшісі, сіз бізбен әзілдесесіз деген кезде, расында мен тек рас сөзді ғана айтамын" деп әзілдессе де өтірік сөйлемейтінін түсіндірген. Шариғат тек шындық арқылы болған, сондай-ақ қоғамға зиянсыз және дінді мазақ етпейтін әзілдерге оң баға береді. Кейде адамдар біреудің көңілін табу үшін немесе басқа себептермен өтірік қосуы мүмкін. Бұл турасында пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтады: "Өтіріктен сақтаныңдар, себебі ол бұзықтыққа апарады, ал бұзықтық тозаққа апарады. Адам өтірікті әдетке айналдырса, Алланың алдында өтірікші болады" дейді Бұхари. Осының бәрінен бас тартып, нағыз сүннет болған әзілмен қалжыңдаса сауап жинайды. Әбу Дәуд жеткізген хадисте: "Әзілден болса да өтірік айтудан тоқталған адамға жәннаттың ортадан үй берілуге кепілмін" деп ақиқат асарлаған әзілдің құнын түсіндірген. Міне осылайша дініміз әзілге тыйым салмайды, бірақ әрбір нәрсе сияқты қалжыңның да өз шекарасы бар екенін көрсетіп, шындыққа негізделген қалжың құтпайды. Сондықтан мұсылман баласы қалжыңдаймын деп өтірік айтып, ғайбат сөз сөйлеп немесе біреудің ар-намысына тиіп амал дәптерін күнә істермен толтырмаған жөн. Өмірімізді сүннетпен ұштастыра білсек, нағыз ұтушы біз боларымыз хақ. Сүннеттеудің бізге беймәлім сырлары. Сүннеттеу сүннет амал. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 амал фитраттан: сүннеттеу, кіндік асты түкті алу, қолтығын түгін қыру, тырнақ алу және мұртты басу деген. Фитрат адамның туа біткен жаратылысы. Басқаша айтқанда, Алла тағала бейім еткен болмысы. Бұл хадис Мәлик Ахмед, Бұхари, Муслим, Тирмизи, Әбу Дәуд, Ибн Мәжаның хадис еңбектерінде бар. Сүннеттеу Шафиғи мазхабы көзқарасында уәжіп амал, ал Ханафи мазхабы және басым ғалымдары ұстанымы бойынша сүннет. Сондықтан ислам дінін қабылдаған ер азаматқа сүннеттелуді кешіктірмей шұғла жасауды міндеттеп талап етпеген жөн. Уақыт беріп біршама дайындалғаны абзал. Имам Мәліктің еңбегінде Сағид бин Мұсайыптан мынадай дерек келтіреді: Ибрахим ғалейхиссалам пайғамбар ең бірінші боп қонақ күткен адам, ең бірінші сүннеттелген. Бұл не деген? Сонда Алла тағала салмақтылық, байсалдық деген. Ибрахим ғалейхиссалам: Раббым, менің байсалдылығымды арттыра гөр деген екен. Ал діни тұрғыдан сөз ететін болсақ, сүннеттеу тамыры тереңге кететін діни әдет-ғұрып. Сүннеттеу ер баланың жыныс мүшесіне жауап тұрған қабықшасын кесу. Бұл амалды қазақтардың сүннеттеу деп атауының себебі де сонда жатыр. Сүннет пайғамбарлардың амалы мен сөзіне ұқсатып қолданатын арнайы термин. Демек, бұл амал пайғамбардан бастау алады. Анығырақ айтқанда, пайғамбарлар атасы Ибрахимнен бастау алатын сүннет. Бұл бала туылған алғашқы айдан бастап жасалатын амал. Алайда балиғат жасына жетпей жатып та кейде белгілі бір себептермен балиғат жасынан кейін де жасала беретін амал. Анас бин Мәлик радиаллаху анху былай дейді: Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан екен: Раббымның маған көрсеткен сый-құрметінің бірі, мен сүннеттелген болып тудым, сондықтан ешкім менің әулетімнен көрген жоқ. Бұл хадис Табарани және Ибн Асакирде келген. Мұсылман Алланың әмірін орындаушы. Сөздің мағынасын бір ауыз сөзбен осылай жеткізуге болады, яғни өзінің Алла тағала әміріне толығымен тапсыру. Кейбір амалдардың мән-мағынасы адам баласына толық түсініксіз болса да, жаратушы әр нәрседен хабардар, барлық сырлы амалдардың сыры уақыт өте келе ашылып, мұсылман үшін пайдасы бары ғылыми тұрғыда дәлелденуде. соңғы кезде ғылым жетістіктері сол шақта сырт көзге қисынсыз көрінген көп дүниелердің құпиясы мен пайдасын аша бастады. Мұсылман шариғаттың әрбір амалы даналық пен парасаттан бастау алатындығына кәміл сенеді. Алайда адамзат тарихында дін мен ғылым қақтығысы заманнан қалған бір сыңаржақ түсінік бар. Ол әрбір діни амалға сандырақ немесе негізсіз әрекеттер деп қарау. Ендеше сүннеттеудің тарихына зер салып көрейік. Ең алғаш сүннеттеу амалын жасаған Ибрахим ғалейхиссалам пайғамбар, ол өзін сүннеттеген. Хадисте деректер бойынша сол жақта Алланың досы Ибрахим пайғамбар 80-нің сеңгіріне шыққан екен. Ибрахим пайғамбар мінәжаттың жауабы ретінде жаратқан Алла адамзаттың көбін Ибрахим нәсілінен шығарды. Сонымен бірге көптеген
пайғамбарлар мен патшалардың атасы етті. Сондай-ақ ұрпағының тәнінде бір нышан болатынын баяндады. Ол сүннет еді. Құран кәрімде өң Алланікі, өң беру де Алладан кім артық, сондықтан біз оған құлшылық қыламыз. Бақара сүресі 138 аят. Деп Алла тағала иман еткендердің бір реңкі бояуы сүннет екенін баяндайды. Бұл бояу жүректегі иман мен махаббат реңкі. Бала туылған сәтте оның шашының алынуы, бойындағы қанның жуып тазалануы және бала жолдасынан шығарып алу, мұның барлығы да шариғаттың әмірі. Оның үстіне медицина міндеті деп білген амалдардан пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл туралы бір ауыз сөзбен зиянкесті бойынан кетіріңдер деген